Осындай тәбет ашатын дәмді пиццаны бірге әзірлейік. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды белгілеуді ұмытпаңыздар. Пиццаның қамырына жұмыртқа, сүт, ұн, майонез, тұз, өсімдік майы, қант қажет. Жұмыртқа, майонез, тұз, өсімдік майы, қантымызды салып араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Араластырып болдық. Енді үстіне ұн салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді 5 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз 5 минут тұрды. Енді табамызға саламыз. Табамыздың бетіне пергамент қағазымызды төсеп, жұқалап майлаймыз. Қамырымызды салдық. Енді бір кепке етіп жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді үстіне кетчупымызды жағамыз. Енді үстіне туралған етімізді саламыз. Енді үстіне ұсақтап туралған қызанағымызды саламыз. Енді үстіне пиязымызды себеміз. 200 градуста 15-20 минут пісіреміз. Пиццамыз пісті. Енді ірімшігімізді бетіне себеміз. Балқығанша отта пісіреміз. Ірімшік балқығанша қоямыз. Пиццамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.